Саған осы видео тап болса, демек Алла қалады. Яғни Алла сені осыны естуіңді қалады. Өмірде бәрі бекерден болды десең, сен қателесесің. Барлығы бекерден болып жатқан жоқ. Адамдармен қарым-қатынасың, шешілмей жатқан сұрақтарың, проблемаларың, или бір нәрсені дұрыс жасамадым деп ойласаң, осының бәрі бекерден бекер болып жатқан жоқ. Бұның бәрі сізге ауыртпалық әкелсе де, сен өзіңнен өткізуің керек болды. Кейбір адамдар саған көмектессін, саған бағыт бағдар берсін, бірақ оны сен өзіңнің өміріңнен өткізбей еш уақытта түсінбейсің. Жаман адамдар өмірде ауыртпалық әкелсе де, сіз осы өмірде сол қателікті қайталамасын деп дұрыс адамды таңдауды үйретіп жатыр. Қара түнексіз біз жарықты білмейміз. Алла сенің білуіңді қалады. Өзінің рақымды, аса мейірімді, жалғыз сені қалдырмайтынын, сен оған мұқтаж екеніңді білсін деп Алла сені панасына алып тұр. Ол сенің қайғыңды естіп тұр, ол сені көріп те тұр, ол үндемей тұрған жоқ, ол сенің дыбысыңды естігісі келіп тұр. Ал сен Алламен қашан сөйлестің, Алладан қашан сұрадың, Алламен қашан тілдестің? Ұзақ уақыттан бері Алла саған жауап бермей тұр деген болсаң, Алла сенің дауысыңды естігісі келіп тұр. Сенің оған қол жайғаныңды күтіп тұр. Егер сен қандай да бір қиыншылықта болып, шығар жол таппай тұрған болсаң, адамдармен қарым-қатынасын болсын, қаржылай болсын, қандай да бір көмек керек болып тұрса, көмек ретінде тегін сабақтарды мен саған ұсынар едім. Бұл тегін сабақтарда сен қаржылай сауаттылығыңды арттырып, тұлға болып дамуыңа септігін тигізеді. Сонымен қоса тұрақты табыс әкелетін, мықты табыс әкелетін кәсіпті сізге үйретемін. Осы видеоға тегін сабақ деп қалдырыңыз, немесе профилда сілтеме тұр, сол сілтемені басып, сіздің тұлғалық дамуыңызға әсер ететін видеоларға, тегін сабақтарыма қосылуды Алла қалап тұр. Сіз осы комментарийға тегін сабақ деп жазып, видеоларыма лайк басып, видеоны сақтап, менің профилімдағы тегін сабақ деген группама қосылып алыңыз.